Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Иерусалимге сапар шегу. Діни ұстаз Никодем елдің жоғарғы кеңесінің мүшесі еді. Ол Иса туралы көп естіп, онымен кездеспек болды. Мұнысын ешкімге білдірмей, Никодем түнде келді. Ұстаз, сіздің Құдайдан келген мұғалім екеніңізді білеміз. Себебі сіз жасаған кереметтерді Құдайдың қолдауынсыз ешкім де жасай алмайды, деді ол. Никодемнің ойын ұққан Иса оған былай деді: сіз халықтың ұстазы болып, әлі де үйренуіңіз қажет. Мейлі, Құдайға ұнағыңыз ақ келсін, бірақ бұл үшін игі істер істеу жеткіліксіз. Құдай патшалығына кіру үшін мүлдем жаңа болып, қайтадан туылу керек. Бұл не дегеніңіз? Деп сұрады Никодем. Иса: бәрін жаңадан бастап, мен әкелетін жаңа, мәңгі өмірге ие болуыңыз керек. Құдайдың адамзатты сүйетіні сонша, ол оны құтқару үшін өзінің ұлын құрбандыққа жіберді. Маған сенуші әркімнің жаны тозаққа түспей, осы жаңа өмірге ие болады, деді. Дала қараңғы болатын. Үйде шам жанып тұрды. Құдайдың нұры әлемге жарық етіп тұр. Алайда адамдардың көбі жаман істерді, күнәларды жарықта көрінбес үшін қараңғыда тұруды қалайды, деді Иса. Құдық басындағы әйел. Біраз күн өткен соң, Иса шәкірттерімен Галилейға сапар шекті. Олар Самария өлкесіндегі Сихар қаласының қасына жақындағанда, шәкірттері тамақ алып келуге қалаға кетті. Тал түседі, күн жанып тұрды. Иса құдық басына отырып дем алды. Ол салқын су ішкісі келді, бірақ құдық терең болатын. Көп уақыт өтпей, бір самариялық әйел су алуға құдыққа келді. Әдетте діндар иудейлер самариялықтармен араласпайтын. Сондықтан Иса одан су беруді сұрағанда, әйел қатты таң қалды. Ал Иса: егер сен Құдайдың саған не бергісі келетінін және менің кім екенімді білсең, менен өмір беретін суды сұрар едің. Мен беретін суды ішкен адам ешқашан шөлдемейді, деді. Әйел оған: маған сол судан беріңіз. Онда маған қайта-қайта құдыққа келудің керегі болмайды. Ал ол суыңыз қайда? Сізде тіпті су алатын ыдыс та жоқ қой, деді. Мен кәдімгі су туралы емес, жаңа өмір туралы айтып отырмын. Мен оны жер бетіне алып келдім. Әйел Исамен бұрын кездеспеген еді. Алайда, осы жылы 100 адам оның өмірін бұрыш жайлары туралы анық білді. Әйел оның айтқандарына қайран қалғаны сонша, су алатын ыдысын
құдықтың басына қалдыра, қалаға жүгіріп барып, жұртқа өзінің көрген білгендерін айтып берді. Барып сол кісіні көріңдер. Ол Құдайдың уәде еткен патшасы Мәсіх емес пе екен? Деді ол. Шәкірттер оралып, тамақ алып келді. Аздан соң олар қаладан өздеріне қарай беттеген кісілерді көрді. Оларды көрген Иса шәкірттеріне астарлай: «Астық пісіп қалды, оны тек жинау керек», деді. Иса осы қалада 2 күн болды. Оның ізгі хабарын естіген самариялықтардың көбі оның дүниені құтқару үшін Құдайдың жіберген патшасы Мәсіх екеніне кәміл сенді. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде, санаңда қалсын. Кездескенше.